Баршаңызға қайырлы күн, менің көрермендерім, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, дәл базардағыдай кәріс салатынан жасалатын капустаны бірге дайындайтын боламыз. Өзінің сөлі осылай болып шығатын болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге салатымызды жасау үшін осындай орташа көлемдегі 40 қабат қажет болады. Қазір сіздерге 40 қабаттың салмағын таразыға салып өлшеп көрсетемін. Менде барлығы 1,5 килограмм болды, 1 келі 598 грамм. Осы 40 қабаттың міне мен дәл ортасынан қаққа бөліп алдым. Және де ортасындағы мына қаттысы болады ғой, соны екі жақ шетінен жуынып алып тастадым. Енді осы 40 қабатты дәл видеодағыдай 4 бұрыш үлкен жапырақша тәріздес етіп түгелдей турап шығамыз. Осы салатқа мен 40 қабатты түгел пайдаландым. Міне дәл осындай үлкен көлемде тураймыз. Өте кішірек қылдырып жібермеңіздер, себебі біздің салатымыз тұзы барлығы сініп, біршама уақыт тұрған кезде жапырақшалар сәл кішірейіп шөгетін болады. Сол себепті де дәл видеодағыдай үлкен-үлкен 4 бұрыш етіп тураймыз. Барлығын турап болған соң осындай үлкен шарашаға салып, және арасын барлығында осылай міндетті түрде ашып шығамыз. Сол кезде біздің жаңағы қосатын қоспаларымыз, тұзымыз жақсы арасына сінетін болады. Менде барлығы өте шарада толып көп болып кеткендіктен мен 2 шараға бөліп, арасын жаңағыдай барлығында ашып дайындап алдым. Енді осы 40 қабаттың үстіне біраз қасық тұз салып, жақсылап үлкен шараға араластырып аламыз. 40 қабатты жақсылап өзінің сөлі шыққанша осылай араластыратын боламыз, және 20 минут уақытқа бетін ашып осылай қоямыз. Оған дейін біз сәбізді және сарымсақты ашып, жуып дайындап аламыз, және үккіштің осындай кәріс салаты өткізетін жерінен 3 сәбізімізді өткізіп, сондай-ақ сарымсағымызды да үккіштің ең ұсақ көзінен өткізіп дайындап қоямыз. Және жаңағы біздің 20 минут уақыт тұрған 40 қабаттың үстіне дайындап алған сәбізімізді салып, бір араластырамыз. Барлық қажетті заттардың, дәмдеуіштердің мөлшерін сіздерге описание қалдырамын. Мінекей сұйық майды да осылай өлшеп дайындап аламыз қыздыру үшін. Үстіне қантымызды саламыз, жаңағы 40 қабаттың үстіне паприка, сондай-ақ кориандр саламыз, және сәбізге арналған приправаны саламыз. Яғни сәбіз салатына арналған приправа, қызыл бұрыш аздаған саламыз. Барлығын шамамен көз мөлшермен салатын боламыз. Кориандр және үккіштен өткізілген сарымсағымызды саламыз. Соңына қарай 1 шай қасық уксус және біздің қызып тұрған сұйық майымызды осының үстіне құямыз. Және барлығын жақсылап ең алғашында майыстық болғандықтан қасықтың көмегімен араластырамыз. Кейіннен қолымызбен жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде сізде жасап көріңіз. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.